Ва унсу фил қабр, және намаз бізге сондай көп пайдалардың бірі, қабірде сіздің жолдасыңыз болады деді пайғамбар алейхиссалам. Қабірде жалғыз жатамыз. Досың кірмейді, балаң кірмейді, әйелің жаныңда болмайды, ата-анамыз болмайды. Жалғыз жатамыз, жанымызда кім болады дейді? Намаз болады дейді пайғамбар алейхиссалам. Осы өмірде намазды серік қылып жүрдіңіз ғой. Сол намазымыз бізді қабірде тастамайды екен. Адамның денесінен жан шыққан кезде өте көрікті жігіт келіп, хош иіс шыққан кеп сәлем береді дейді. Басқа риуаяттарда келеді. Оның сәлем берісіп, жүзіне қарап сөйлескің келеді дейді. Кімсің сен деп сұрасаң, мен сенің намазың боламын деп айтады дейді. Мен осындай жағдайға жеткізген сен боласың. Саған рахмет. Бүгін мен сенің жаныңда боламын. Деп, бұған ешқандай саған қайғы-қасиет болмайды. Мен саған жаныңда тұрып, куәлікке өтемін деп намаз сөйлейді екен. Ақыретте біздің тілмен айтқан кезде адвокатыңыз болады екен. Жаныңызда тұрып, сіздің сөзіңізді сөйлеп, қуаттап, куәлікке өтеді дейді. Екінші бір адам бар, Құдай сақтасын, жаны үзілген кезде қараса, сондай қара түрі өте қорқынышты, аянышты, өте жағымсыз иіс шыққан бір жігіт келіп сәлем береді дейді. Оның қолын алғым келмейді дейді. Кімсің сен десең, мен сенің намазың боламын деп айтады дейді. Намазың боламын. Мені осындай жағдайға жеткізген сен боласың. Бүгін мен сенімен соттасам деп айтады екен. Алланың алдында мен шағымданам. Мені осындай деңгейге жеткізгенің үшін деп, намаз Құдай сақтасын, пайғамбар алейхиссалам айтқандай ләк ау алейк деген. Не сенің пайдаңа шешіледі, немесе саған қарсы шығады деген намаз ақыретте. Сол үшін бауырлар, намаздарымызға ықтият болайық. Сол намазымызда иншалла қабірде жолдасымыз, серігіміз болады екен.